арасынан қайтыс болғандардың тәнін алып шығып жатқан уақытта бір балақайдың тәнін алып шықты. Қалтасынан бір жапырақ қағаз тауып алды. Ол жерде бір аптаның ішінде жасаған күнәләрінің тізімі жазылған екен. Егер осы амалдарды күнәға жатқызуға болатын болса, ол жерде былай деп жазылған екен: дүйсенбі дәретсіз ұйықтап қалдым. Сейсенбі даусымды қатты шығарып күліп жібердім. Сәрсенбі құптан намазын өз уақытынан кешіктіріп оқыдым. Бейсенбі футбол ойнап жүріп гол ұрғанымда мақтанышты сездім. Жұма Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламға 1000 салауат айтып үлгермедім, бар жоғы 700 салауат айттым. Сенбі таңғы зікірлерді есімнен шығарып қойдым. Елестетіп тұрсыз ба? Бұл балақай осы амалдарды күнәлар қатарына жатқызған екен. Ал сіз бен біз күнәға батқан өмірімізді күнә деп есептейміз ба?